Сәлем достар, Назар ФМ медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен, Марал Асхатқызы. Достар, біз «Один дома» кинофильмі туралы бірінші бөлімде айтқан болатымыз. Енді біз екінші бөлімі, яғни сол кинодағы саундтректер мен композитор туралы жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Somewhere in my memory. Я, достар, сіздердің жаңа ғана тыңдағандарыңыз осы «Один дома» кинофильміндегі, яғни Джон Уильямс жазған 1990 жылы, яғни фильмінің негізгі әні, саундтрекі. Ән мәтінін жазған Лесли Брикус. Ән алғаш рет фильмнің алғашқы титрінде, яғни ойналды. Тақырып фильм бойынша бірнеше рет қайталанды және әуеннің бөліктерін The House және The Final тректерінен де табуға болады. Сондай-ақ, достар, фильмде және саундтректе хормен, яғни органмен, яғни 1 минуттық қайталау бар екен. Әннің сөзін белгісіз балалар хоры айтып шыққан екен. Генри Манчинидің шәкірті Джон Уильямс классикалық Голливудтың үлгісі. Оның американдық киноиндустрияның олимпындағы даусыз мәртебесін, композитордың Оскар жүлдесін, 50-ден астам номинациялары бар екендігі расталады. Бұл оны сыйлықтың ең көп ұсынылған жеңімпазы және өз тарихында Уолт Диснейден кейінгі екінші орынды иеленген. 5 Оскар, 6 Эмми және 7 британдық киноакадемия сыйлығының лауреаты. Американдық композитор және дирижер. 1932 жылы 8 ақпанда Лонг Айленд, яғни ақшта дүниеге келген. Әкесі Реймонд Скотт, яғни квинтетінде перкуссияда ойнады. Сондықтан музыка Джон Уильямстың өміріне кішкентай кезінен енген. Болашақ маэстро колледжде оқып жүргенде музыканың даналығын көрнекті дирижерлер мен композиторлардан үйренген. Келесі 10 жылдықта композитор өз шеберлігін жетілдірді. Оның музыкасы бай және әртүрлі болды. Нәтижесінде 1971 жылы «Скрипач на крыше», яғни фильміне бейімделген музыкасы үшін өзінің алғашқы Оскарын алуымен ерекшеленді. Біраз уақыттан кейін Спилберг Уильямсты өміріндегі ең маңызды киножоба «Звездные войны» фильмін дайындап жатқан досы, әрі әріптесі Джордж Лукасқа ұсынды. Бұл жұмыс Лукас сияқты маэстроға да үлкен жетістік әкелді. Ал фильмнің саундтрекі, яғни бүгінгі күнге дейін киномузыка әуесқойлар арасында керемет танымал болып қала бермек. Джон Уильямс Оскар сыйлығының 5 түркін иегері. «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звездные войны» және «Список Шиндлера» кинолары үшін саундтрек өнерге қосқан үлесін, яғни үлесі үшін ұлттық медалінің иегері. 4 рет Алтын глобус сыйлығымен марапатталды. 7 рет Бафта марапаттары, 3 рет Эмми марапаттары және сонымен қатар 25 Грэмми сыйлығымен марапатталды. Достар, 2 бөлімнен тұратын видеомызды сіздер тамашаладыңыздар. Біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Біз үшін ол өте маңызды. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы.